20 жылда елорда құрылысына 2,3 триллион теңге жұмсалды. Қаражат кейін 3 есе өсумен қайтты. Айтпақшы, пандемия қарамастан өткен жыл елордада 3 миллионнан аса шаршы метр тұрғын үй құрылысы салынды. Қазір шаһар Нұрсұлтан жайлы қала мастер жоспар аясында қарыштап өсіп келеді. Биыл құрылыстың қарқыны одан да көп болады деп жоспарлап отырмыз. Жаңа нысандарды айтатын болсақ, ол Мәңгілік ел және Қабанбай батыр даңғылдарының қиылысында жаңа мешіт салынып жатыр. Ол орталық Азиядағы ең үлкен мешіт болады. Елордада биыл 16 мектеп салу және әр ауданда дене шынықтыру сауықтыру кешендерін салу да жоспарда бар. Сонымен қатар сол жағалауда оқушылар сарайын салуды көзделген. Астана болғалы 1 миллионға жуық халық түкпір-түкпірден елдің орталығына жиналды.